жылдық дастарханға қаз пісіреміз. Алдымен әрине тұздап аламыз. Сосын арнайы қоспамен маринадтаймыз. Мынада убрать. Май қалдырдым. Осы майдың өзі жетеді. Өйткені бұның бәрін қалдырсам, текке еріп кетеді да май. Сүртіп жібереміз. Соевый соус, горчица. Енді кетчуп қосып жібереміз. Бал қосып жібереміз, бір қасық. Негізі пісуге жақын қалғанда дәл осы құраммен тағы да бетіне жағып жіберуге болады. Немесе еріген майын бетіне құйып жіберсең, қаздың бетіне құйып жіберсең, қып-қызыл болып, әдемі болып піседі, және өте дәмді болып шығады. Болды, енді араластырамыз. Тұздап жатырмыз. Және түспей қапты жаңа. Тұз салдым, етін ұшын тұздаймыз міндетті түрде. Тұзды себеміз. Неге тұздап болдық. Өте көп. Қатты тұздаған жоқпын. Ашып кетемін деп қорқам. Енді мына чесноктарымызды мына жасаған мына тесіктерге саламыз. Осыларды салып шығамыз. Білмеймін, өзім осылай жасаймын. Дәмі керемет болады. Шығып кетеді, ары-қарай тербетер салған дұрыс. Осындай қоспа қышқыл әрі тәтті, керемет дәм береді. Аз ғана қоспамызды қалдырамыз. Ертең дайын болар алдында, пісер алдында тағы да жағамыз. Қоспаны, жақпаны қаздың барлық жеріне жағып шықтық. Енді салқын жерге бірнеше сағатқа қоя тұрамыз.